Hürmetli bavurlar, Allah Kur'an'da aytdı. İn kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni dedi. Eğer de Allah'ını жақсы көрем дейтін болсаңыздар, onda пайғамбарға, яғни маған ілесіңіздер деді. Дұрыс па? Алланы жақсы көрем десеңіз, onda маған ілесіңіздер деді. Сол кезде Алла да сіздерді жақсы көріп, күнәларыңызды кешіреді дейді. Құдайдың махаббатына алып баратын жалғыз ғана жол бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ғана жолы. Сондықтан біз әр жерде айтамыз, егер де пайғамбарды жақсы көрмей, пайғамбарды танымай, мен Құдайды жақсы көрем деп айтатын болсаңыз, онда имам Ибн Касир айтады, сен өтірікшісің дейді. Алла тағаланы жақсы көремін деп пайғамбарды танымайтын болсаңыз дейді, онда сіз өтірікшісіз. Демек, Алланың махаббатына ең ұлы алып баратын жол бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның жолы. Яғни сол кісіні жақсы көру арқылы бұл дүниеде адамның өміріне берекеттер кіреді, ол кісіні тану арқылы өмір сүруің жеңілдейді, және Алланың алдына барған кезде жүзіңіз жарық болады. Қалайша жарық болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні отырған кезінде бір бәдәуи сахаба келеді. Бір сахаба келеді де айтады, я Алланың елшісі, қиямет қашан болады дейді. Қиямет қашан болады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сен оған дайындаған қандай нәрсең бар? Қиямет болады ғой ол. Кім сен қалама қиямет болады бәрібір. Дайындаған не нәрсең бар деп еді? Дайындаған еш нәрсем жоқ деді. Жаңа сахаба айтты. Не бір оқылған жақсы бір намаздар жоқ дейді. Не бір ұсталған оразалар жоқ дейді. Не бір берілген жақсы бір риясыз садақалар жоқ дейді. Әйтеуір әрбір амалынан бір кемшілікті табам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жаңа кісіні тыңдап отырған кезінде ары қарай сөзін жалғап айтты дейді ғой. Я Расулалла, бірақ та мен дейді, намазым, оразам, садақамда кемшілік бар шығар. Бірақ мен Алла және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көрем деп айтты дейді. Барлық нәрседен артық жақсы. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сен жақсы көргеніңмен бірге боласың деді. Сонда осы хадисті риуаят етіп отырған Анас ибн Малик деген сахаба айтады, мен ол күн сияқты қуанбаған шығармын дейді. Жарылып кете жаздадым дейді қуаныштан. Неге? Себебі мен Алла елшісі Абу Бәкірді және Омарды барлығынан артық жақсы көретін едім дейді. Көрдіңіз бе? Мына үшеуі аталып атқан үш кісі де қаяқта? Жәннатта. Алла елшісі жәннаттың ең ұлық мәртебесінде. Уәсила, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, маған уәсиланы сұраңдар дейді. Азан айтылғаннан кейін маған уәсила сұраңдар. Бұл уәсила жәннаттағы ең ұлы дәреже бір ғана адамға берілетін дейді. Соның мен болуын үміт етем дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне сол қараңыздар, ол кісі жәннати. Абу Бәкір тірі күнде жәннати болды. Омар тірі күнде жәннати болды. Мен дейді Анас ибн Малик, осы үшеуін барлығынан артық жақсы көрем дейді. Демек, о кісінің де баратын жері қай жер екен? Иншалла жәннат екен. Енді сол кісілерді жақсы көрген кісілердің баратын жері қай жер екен? Жәннат екен иншалла. Демек, Алла елшісіне, олардың сахабаларына, оның сахабаларына және о кісіге игілікте ілескен жандардың баршасына не қоюымыз керек екен? Махаббат қоюымыз керек екен. Оған махаббат қою үшін ол кісілерді тану керек, оқу керек. Білу керек ол жайында. Танымайтын адамды жақсы көре алмайсың сен. Дұрыс па? Нұржан танисың ба мысалға Нұржанды? Нұржан танымайсың міне. Білмеймін, жалпы деп атқаным ғой. Нұржан деген біреу бар да, оны танымаймыз да, ол қалай жақсы көрем деп айтам мен Нұржанды. Дұрыс па? Ержан танимын да мен. Оны жақсы көрем. Неге? Өйткені ол менің жанымда, немесе біздің арамызда байланыс бар. Сол себепті мен жақсы көрем. Дәл сол сияқты, Алла елшісін танымасаңыз, жақсы көре алмайсыз. Сахабаларды танымасаңыз, жақсы көре алмайсыз. Сол үшін мына ай Алла елшісін қаттырақ, тереңірек тануға себеп болатын ең үлкен негізгі айлардың бірі. Дұрыс па? Алла елшісі дүниеге келген кезде үлкен әлемде ұлы оқиғалар болды. Міне осы айда болған, Рабиул аувал айында. Кисроның сарайындағы бағаналар құраған, терезелерсің 1000 жыл бойы табынып келген отпарас деп айтады. Мәжусилердің оттары сөніп қалған, отқа табынатын қауымның. Ахмадтың жұлдызы туылған дейді. Аспанда Алла елшісіне арнайы бір жұлдыз келген дейді. Дүниеге келгендігін белгісі ретінде.
босандырып жатқан әйелдер айтады, біз Аминаны босандырып жатқан кезімізде жарық сәуле болды дейді. Және шатырға қарасақ, бүкіл аспанның жұлдызы төніп келіп, мына жерде не болып жатыр дегендей үстімізден қарап тұрғандай болды дейді. Босандырған әйелдердің айтқан әңгімесі. Амина анамыз айтады, мен босанайын деп жатқан кезде дейді, жатырымнан шыққан, құрсағымнан шыққан нұрды көрдім дейді. Ол нұр шам сарайларын барып жарықтарын сәулелендірді дейді. Осындай адам Алланың ең ұлы жаратылысы, Хабибур Рахман деп аталған, Алланың ең сүйіктісі, Алла елшісі дүниеге келген ай мынау. Осы айда Алла елшісі деген махаббатымызды енді арттырып алуымыз керек екен. Оны арттыру үшін бірнеше не бар бізде? Жолдары бар. Соның ең алғашқы жолы бұл салауат дейді, ғалымдар айтады. Алла елшісіне көп салауат айту керек дейді. Салауатты айтқанда да сатырлатып тасбиққа салып айта берген болмайды. Салауатты айтуға да Алла елшісінің өмірінен бір нәрселерді білу керек. Имам Ғазали айтады, сатырлатып айтқан салауат дұрыс болмайды дейді бәрібір. Алла елшісінің пайымын, салауаттың пайымын, мақсатын түсінбей салауат айтқан адамның салауаты салауат емес қой дейді. Сатырлатып күніне жаңағы бір не қылсам болды деп, олай салауат болмайды. Салауат айтып отқан кезде Алла елшісіне кәдімгідей сәлем айтып жатқан адамдай өзіңізді сезіну керексіз. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям маған сәлем, салауат айтыңдар, сендердің әрбір салауаттарыңа жауап берем деді. Сонда бір сахаба айтты, я Расулалла, қаяқтан жауап бересің, шіріп кетпейсің ба деді ғой, ертең өліп қалып. Сонда бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, әй пәленше, Алла тағала жерге пайғамбарлардың денесін шіруді харам қылған деп айтқан. Мен әрбір салауатқа жауап беремін, менің денеме рухымды Алла тағала қайтарып береді деп айтқан. Қалай бар солай не істеймін дейді, жауап беремін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және не дейді? Және сендердің әрбір салауаттарыңа 50 берекет бар дейді. Жалпы хадистерді жинап айтып жатырмын. Негізі хадисте 3 нәрсені айтады, мен тағы 2-ін қосайын. 50 нәрсе бар дейді сіздердің салауаттарыңызға дейді. Қараңыздар, бір салауат айтқан адамға Алладан берілетін 50 сыйлық бар. Әшейін тегіннен жатқан тегін сыйлық. Саллаллаху алейхи ва саллям дедіңіз ба? Алла тағала сізге 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. 10 күнәні сол жерде кешіреді дейді. 10 дәрежеге дүние ақыретте көтереді дейді. 10 рахымын төгеді дейді. Және 10 сәлем айтады дейді Алла тағала. Бұның барлығы хадиспен дәлелденген. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба айтады, бір күні мен Алла елшісіне бір нәрсе сұрайын деп шығып бара жатыр едім. Алла елшісі есігінің алдынан шығып, үйінің жанындағы бір баққа кіріп кетті дейді. Сөйтіп сол баққа кірді, артынша кірдім, Алла елшісі сәждеге құлады. Сонымен не керек, мен күтіп отырмын дейді. Тұрмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жатыр, сәждеде жатыр. Мен ойладым дейді, өліп қалды ма деп ойладым. Сөйттім де аяғымдағы тәпішкемді сатырлаттым дейді барып. Бір кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям орнынан тұрды дейді ғой. Айтты дейді, ай бұл қайсысы? Я Алланың елшісі, мен ғой Абдурахман. Ей Абдурахман, жайша жүрсің ба деп айтты дейді. Шайшесің ба емес, жайша жүрсің ба деп айтты дейді. Сонда, я Расулалла, бір нәрсе сұрайын деп келе жатыр едім, мына сәждеңізден, денеңізден рухыңыз ажырап кетті ма деп ойладым дейді. Не деген ұзақ сәжде мынау? Деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ей Абдурахман, қалайша сәжде қылмай, баққа кірген бойда Жабраил Амин, Жабраил періште келді айтты ғой, ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен кім-де-кім саған бір салауат айтса, оған Алла 10 рахымын төгетін болды деп айтты. Енді соған рахмет ретінде мен де бір сәжде қылып жатырмын ғой деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіздер ме? Демек, сол пайғамбар рахметті Аллаға күшті қылып айтқан ғой, дұрыс па? Пайғамбардан артық Аллаға рахмет айтқан кісі бар ма жер бетінде? Жоқ. Сол себепті бұл кісінің екінші аты кім Құранда келген? Құранда келген пайғамбарымыздың екінші аты кім? Ау? Ахмад, дұрыс айтады. Алла елшісінің Құранда келген екінші есімі бұл Ахмад. Туылғандағы азан шақырып қойылған есімі Мұхаммад. Ахмад деген не ол? Қандай мағына береді десек, Ахмадул Хамидин деген мағынаны береді екен. Құдайға мақтау айтатын кісілердің ішіндегі ең ұлы мақтаушы кісі деген мағынаны береді екен. Демек, Алла елшісіндей Алланың ұлылығы менен пәктігін орнына қойып мақтай алатын біреу бар ма? Жоқ. Алла елшісі сияқты Алланы пәктеп дәріптейтін адам жер бетінде жоқ и болмайды. Сондықтан ол кісінің есімі Ахмад, ең ұлы мақтаушы деген. Аллаға ең пәктігін қойып дәріптеуші деген мағынаны береді.
Muhammad деген ол кісі өзі мақталынып тұратын кісі деген. Жерде де, көкте де, дүниеде де, ақыретте де ол кісі не істеп тұрады? Мақтаулы болып тұрады. Түсіндіңіздер ғой, Міне, Алла елшісі сондай сипатқа ие, сәжде қылған кезде біздің сәжделер болмай қалады ол кісінің қасында. Бізді тезірек тұрып кеткім келіп тұрады сәждеден. Ол кісі рахметін дәлелдеу үшін сәждеде солай ұзақ жатқан екен. Енді қараңыздар, сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзін Аллаға қарыздар сияқты сезінді ма? Сондай берген нығметі үшін қарыздар сезінді ма, сезінбеді ма? Сезінді. Енді біз пайғамбарға қарыздар ретінде өзімізді сезіне аламыз ба, сезіне алмаймыз ба? Қалай сезіне аламыз? Біліп қойыңыздар, мынадай керемет имам Ибн Хиббанда келген хадис бар, құрметті бауырлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үйінде Айша анамыз айтады, біз Алла елшісі екеуміз жеке қалып қойдық дейді бір күні. Сол кезде Алла елшісінің мен көңілді кейіпте сондай көрдім дейді, былай қуанып отырған көрдім де, моментті жібермедім дейді ғой Айша анамыз айтады. Алланың елшісі, бір маған дұға қылыңызшы деп айттым дейді. Қандай күшті? Пайғамбарды көрсең не істер едің деп айтады ғой бізде. Қазір мына жерде сұраймыз, Алла елшісімен кездессең не істер едің десе, бір кісі айтады, мен соткамды тазалайтын едім деп айтады. Соткам іші харамға толып тұр дейді өйткені. Соқсап, Алла елшісімен кездессе не істер едің десе, бір кісі айтады, дұғасын алар едім дейді. Міне, машалла. Айша анамыз да сол жерде моментті жіберген жоқ. Я Расулалла, маған бір дұға қылыңызшы деді ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, я Раббым, Айшаның өткен күнәларын және болашақ жасайтын күнәларын, және оның жасырын жасаған күнәларын, және оның жария жасаған күнәларын барлығын кешірші деп айтты дейді. Ойбай, андай дұға кімге нәсіп болады? Алла елшісінің дұғасы кейін қарай қайтарылмайды, бауырлар. Ең қайтарылмайтын дұға ол Алла елшісінің дұғасы. Сонда Айша анамыздың төбесі көкке жетті дейді. Тіпті орамалым түсіп кетті деп айтады, ұмытпасам бар ғой. Қуанғаннан жарылып кеткен ғой. Ойлаңыз, андай дұғаны естіген кезде кім жарылмайды? Мен де болсам жарылып кетер едім. Алла елшісінен дәл сондай дұға келсе. Ол дұғаны еш нәрсеге айырбастамайтын едім де мен. Барлық дүниенің байлығын бақытын берсе де. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Айша, бұл дұғам сені қатты қуантты ма деп айтты дейді. Ойбай, Алла елшісі, бұған қуанбағанда не нәрсеге қуанам мен? Бұдан асқан қандай бақыт бар, бүкіл кешіріліп кетті ғой дейді. Болды ғой, оны Құдай есептеспейді ғой енді, көрдіңіз ба? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді ғой, Айша, бұл менің әр 5 уақытта үмметім үшін қылатын дұғам ғой деп айтты. Міне, сіз бен біздің Алла елшісінің алдындағы қарызымыз осы, бауырлар. Көрдіңіз ба? Сіз үшін 5 уақыт намазда дұға қылған Алланың елшісіне бір күнде 10 салауат айта алмасаңыз, сіз пайғамбарға ақысын өтемеген үммет болып қалуыңыз мүмкін, көрдіңіз ба? 10 салауат айтыңызшы, болды, жетеді. Жоқ, жетеді емес. Соны айтыңызшы сол. Оны да айтпай атып қой ғой. 10 салауат, бір аддоши телефонның анау мобильный данный дегені бар, жоғарыда олай түсірсеңіздер. Соны өшіресіздер да, режим самолет деген қасында самолеттің несі бар. Соны басасың, көрпең астына тығасың, сөйт 4-5 минут отырып, пайғамбарға шын жүрегіңмен салауат айтасың. Болды. Содан кейін қайтадан самолетті басасыздар режим. Сосын мобильный данныйды қосып, ары қарай Инстаграм, ТикТок жалғастырасыздар. Көрдіңіз ба? Міне сол пайғамбарымызға бір күнде тым болмаса 10 рет салауат айтыңыздар, бауырлар. Біз ақымызды өте алмаймыз Алла елшісінің алдындағы. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тым болмаса 10 айтыңдаршы деп жатыр ғой. 10 айтыңдаршы деп жатыр. Неге? Өйткені 10 пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кім маған бір күнде 10 салауат айтатын болса, үздіксіз, әр күнде үздіксіз 10 салауат айтатын болса, менің оған міндетті түрде шафағатым жетеді дейді. Ертең қиямет күні адамдар бір-бірінен қашып атқанда, әкелер балаларынан, аналар қыздарынан, әркім өзінің амалын іздеп қашып жүрген кезде, жалғыз ғана құтқарушы жан келеді. Ол кім? Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Кімге келеді енді ол? Достойны болсаң келеді үмметің. Братишкің да достойны болса тұрып барасың артына.
допускать етсе тұрып бармайсың деп айтқан екен да баяғыда біреу. Сол ұқсап, сенің артыңнан пайғамбар тұрып келу үшін бірдеңең болу керек қой оған өткізген. Көрдіңіз ба? Не болу керек? Тым болмаса салауатың болсын деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Аулан наси би яумал қияма. Маған қиямет күні ең жақын жанымда отыратын кісілер. Әшей, мен құсаған бір бейшара күнәһардың жанына отырғыңыз кеп, 2 сағат бұрын келіп жатсыз мына жерге. Дұрыс па? Алланың елшісі, қараңыз. Бүкіл дүниенің ең ұлы жаратылысы. Жаратылыста оған тең келетін не періште, не адам жоқ Алла елшісіне. Соның жанында отырғың келмей ма? Кімнің отырғысы келмейді? Сол отыру үшін не деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Менің жанымда ең көп отыратын кісілер дейді. Маған дүниеде көп салауат айтқан кісілер дейді. Аллаху акбар, көрдіңіз ба? Енді о кісі салауатқа мұқтаж болып өлейін деп жатыр ма аяқта? Жоқ, оның өткен және болашақ күнәларын кешіріп қойған ғой оны. Ол кісі бізді ойлап айтып жатыр екен ғой, бізді ойлап. Өйткені Алла Құран кәрімде инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби дейді. Дұрыс па? Алла тағала және оның бүкіл періштелері пайғамбарға әрдайым не істеп тұрады дейді? Салауат айтып тұрады дейді. Қазір де айтып жатыр олар. Шамалдан кейін де айта береді, бұған дейін де айтқан, ертең де айтады, айта береді, тоқтамайды. Сол періштелердің санын Алладан басқа ешкім білмейді. Қараңыздар. Мен Миғражға көтерілген кезде Бәйтул Мағмурға бардым дейді. Бәйтул Мағмур деген көктегі қағба. Періштелердің қағбасы. Сонда 70 мың періште тауап қылып жатыр екен дейді. Сөйтіп олар бір күн тауап қылып шығып кетеді екен. Келесі 70 мың кіріп жатыр ертеңіне дейді. Әр күні 70 мың істеп тұрады. Дүние жаратылғаннан бері ең соңғы күнге дейін қанша періште тауап қылып жатыр? 75 мың дейді. Жоқ қой, жоқ, сан жоқ қой. Bir жылда 365 күн бар, дұрыс па? Оны 70 мыңға көбейтші енді ал. Калькуляторының не істемей қалады. Енді оны келесі жылға көбейт, осыған дейінгіні көбейт. Сол бүкіл періштелердің баршасы кімге салауат айтып тұрады дейді? Алланың елшісі Мұхаммедке салауат айтып тұрады дейді Алла Тағала. Құранда айтып жатыр бұны. Я айюхаллазина аману, иман келтіргендер, міне нұр ғасырға жиналып жатқандар деп жатыр. Саллу алейхи ва саллиму таслима. Енді сендер де сол пайғамбарға, мәртебелі кісіге салауат айтып, сәлем жолдап тұрыңыздар дейді. Көрдіңіздер ма? Салауат айтып әрқашан не істеп тұрыңыздар дейді? Сәлем жолдап тұрыңыздар дейді. Міне осы аяттар түскен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Саллу алейя, маған көп салауат айтыңыздар, фа инна салатакум закатун лакум" деді. Маған айтқан салауаттарыңыз сіздердің өздеріңізді тазалайды деп айтты. Ал маған айтқан, яғни пайғамбарға айтылған салауат кімді тазалайды екен? Мен мұқтаж екенмін ғой, мен мұқтаж екенмін. Қалай? Убай ибн Кааб деген сахаба келеді. Білесіздер ғой Убай ибн Кааб, кім екенін? Кім ол? Жоқ, несімен атағы шыққан сахаба ол Убай ибн? Таң намаздан қалмаған дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды жылататын кісі болған ғой ол. Қалай жылатады? Ұрып па? Жоқ, Құран оқып жылататын болған. Алла елшісінің Құран оқып жылататын дауысы ең сымбатты әсем сахаба бұл Убай ибн Кааб деген сахаба. Сол келеді Алла елшісіне: "Я Расулалла, мен түннің ішінде 1 сағат уақыт дұға қылам" дейді. Машалла. Түннің ішінде 1 сағат тикток көрем деген сияқты ғой. 1 сағат дұға қылатын уақытым бар. Соның ішінде мен 10-15 минут салауат айтсам бола ма дейді. Ойбай, жақсы ғой дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Әдемі ғой ол, жақсы ғой. Бірақ егер тағы да қоссаң, өзің үшін жақсы болар еді ғой деп айтты дейді. Олай болатын болса Алланың елшісі, мен 1/2 сағат айтам дейді салауатты. Ойбай, ол вообще жақсы ғой деп жатыр ғой, енді мүлдем одан да жақсы. Егер де тағы да қосатын болсаң, одан да жақсы болар еді ғой. Алланың елшісі сол 1 сағатты дұғаның орнына түгелмен салауат айтатын болдым дейді ғой. Міне дейді. Міне. Убай, енді өз-өзіңе келдің дейді. Енді Алла Тағала сенің бүкіл көкейіңдегі қайғыңды сейілтіп тастайды дейді. 1 сағат салауат. Көкейіңдегі бүкіл қайғыңды сейілтіп тастайды, және
бүкіл күнәңді тазалап тастайды деп айтты дейді. Ана қарайсың. Мына екі нәрсе айтылып жатқан. Бұл екі дүниенің нәрсесі. Яғни адамның қайғыдан таза болуы дүниеде жақсы ма? Жақсы. Әдемі. Қайғысыз ішкен қара су тәтті дейді қазақ айтады. Бірдеңені уайымдап, депрессияға түсіп кетіп, детский травмаға түсіп кетіп, сөйтіп жүрген адамның өмірі күшті бола ма? Тамақ ол адамға батпайды. Көрдіңіз ба? Қара сумен де семіретіндер бар, өйткені уайым жоқ аналар, рахат. Бүкіл тамақ тұрса да уайыммен өмір сүріп жатқандар бар. Көрдіңіз ба? Енді не ол? Демек, адамның іші толған не екен? Әркімнің өзінің бір қайғысы бар ішінде. Дұрыс па? Ол ер ме, ол әйел ме, әркімнің өзінің ішінде бір жасырған қайғысы бар. Оны ешкімге айтпауы мүмкін, бірақ ішінде бар ол. Сол қайғыңды жеңілдетіп, сейілтетін нәрсе ол не дейді? Пайғамбарға айтылған салауат дейді. Бүкіл проблеманың кілті ол не дейді? Точно салауат па, братандар емес па? Салауат. Дұрыс айтады. Жаңа кейбіреулер айтады, ой, любой проблеманы шешетін братандар бар дейді. Ой, қой ол. Өтірік айтпай қойды. Ғалымдар айтады, баяғыда біздің басымызға проблема келген кезде дейді, михрабқа қарай жүгіретін еді дейді. Михраб деген мынау міне. Сөйтіп сол жерде отырып, Алла елшісіне салауат толтырып, сол сәтте бізге жағымды хабардың келіп жатқанын білетін едік дейді. Ана қараңыздар. Салауатпен проблеманың бәрін шешіп тастайтын едік дейді. Қазір саған бір проблема болса, бірден кімге звондайсың? Братандарыңа звондайсың. Ай, братандарыңда шеше алмайтын тақырыптар бар. Алла қаламаса, ешбір проблема шешілмейтін проблемалар бар сондай. Сондықтан бірінші кімге қарай жүгіру керек екен? Раббыңа қарай жүгіру керек бірінші. Бірінші Алла тағала сізге сол істе жеңілдік берсе, мәселе шешіледі. Алла жеңілдік бермесе, бүкіл дүниенің адамын қасыңа келіп қойсаң да ешқайсысы шеше алмайды ол проблеманы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтып қойды. Ей, Абдулла деді, қасында сахабаға айтып жатыр. 1000 адам жабылып тұрып дейді. Саған пайда келтірем десе, Алла қалағанша ғана келтіре алады дейді. 1000 адам жабылып, саған зиян берем десе де, Алла қалағанша ғана зиян береді дейді. Қаламдар көтерілді дейді. Көрдіңіздер ма? Сондықтан шынайы дос, шынайы жаны ашитын адам қасында қазір 1000 болуы мүмкін, бірақ басыңа түскен кезде ол 1000 болмайды. Ол бір болып қалуы мүмкін. Шынымен проблема түскен кезде. Алла тағала сондықтан маған қарай жүгір деп жатыр. Басыңа проблема туса, бірақ сол маған қарай жүгір дегеннің жолдары не екен? Истигфар, салауат, дұға, намаздар екен. Мінекей сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерінде айтады, қайбір пенде салауатты айта береді екен дейді. Оның үстіне дереу періштелер келеді, ол кісі тоқтағанға дейін салауат айтып тұрады дейді ол адамға. Ана қараңыздар, осы естісіздер ма? Жаңа самолетке режим полетке қойдыңдар ғой. Сөйтіп пайғамбарымызға салауат айтыңыздар 5 минут. Сол 5 минутта сізге кім келеді? Періштелер келеді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисі бұл. Сөйтіп ол адамның үстінен оған игілік салауат айтып тұрады дейді. Игілік деп тұрады. Ана адам тоқтатқанға дейін дейді. Ана адам тоқтатады дейді. Сол кезде барып періштелер кетеді деп айтты дейді. Қаншалықты көп айтсаңыз пайғамбарға салауатты, соншалықты ол періштелер сізге игілікті көп айтады екен. Міне құрметті бауырлар, бұл ай сол пайғамбарымызға көбірек салауат айтып, бастап нәпсіні үйретіп, кейін осы ай біткеннен кейін не істеуіміз керек? Салауаттың барлығын тастауымыз керек. Дұрыс па? Жоқ, келесі айда да жалғастыруымыз керек. Салауат деген жыл 12 ай айтылады пайғамбарға. Сол кезде адамның несі оянады пайғамбарға? Махаббатыңның қалай оянған білмей қаласың пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Егер салауатың дұрыс болса, ал егер пайғамбарға махаббатың оянбай жатса, онда қайтадан кадрды артқа айналды. Сенің салауатыңда проблема бар. Көрдіңіз бе? Сенің салауатыңда не бар? Проблема бар. Сен салауат айтып отқан кезде нені ойлап отырасың? Асқазан дейді. Дұрыс айтады, асқазанды ойлап отырасың. Басқа зат па? Басқа затты ойлап отырады екен. Жа бір имам барахолкіде намаз оқып тұрса, Алматыда барахолкіні білесіздер ғой. Сол жерде бір имам намаз оқып жатыр дейді, аср намазын. Сонымен имамда пенде ғой басқа. 3 ракағаттан кейін сәлем беріп қойған ғой. Сонымен жамағатқа артына қарап, неше ракағат өтті десе, имеке нормально бәрі 4 оқыдық деп айтады дейді. Жамағат вообще басқа жақта жүрген ғой сонда. Сонда ішінде бір жігіт тұрып айтты дейді, имеке, что-то 3 оқып қойдың ғой деп айтты дейді. Бәсе сондай деп айтады дейді. Что-то не то деп айтты дейді.
үшеу оққан сияқты. Сен қаяқтан біліп қойдың үшеу оққанмын десе, менде барахолкіде 4 контейнер бар, Емеке деп айтады дейді да. Әр ракағатта бір-бірден кіріп шығып келе жатыр едім дейді. 4-ші контейнерге кіре алмай қалдым деп айтады дейді ше. 4 жерге жоқ дейді, 3 контейнерге ғана кірдім дейді. Соқса бүкіл контейнеріңді ойлап отырып, пайғамбарға салауат айтсаң не бар әлі? Проблема бар әлі. Көрдіңіз ба? Пайғамбарға салауат айтатын кезде ниетті, ықыласты барынша реттеп алып, Алла елшісінің өмірін көз алдыңызға әкеліп отырып, оның әрбір қиналған сәттерін еске алып отырып, және өзіңіздің қарыздар екендігіңізді біле отырып не істеу керек? Салауат айту керек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол кезде адамның махаббаты пайғамбарға не істейді екен? Артады екен. Өйткені бауырлар, бұл пайғамбарға жасалынған махаббат бар ғой. Бұл кәдімгі менің балама берілген махаббатым сияқты емес. Менің дүниеге берілген махаббатым сияқты. Ол махаббатты. Өзі махаббат деген жақсы ғой. Махаббатты ғалымдар екіге бөледі бізде. Сіздер естідіңіздер ме, естідіңіздер? Екіге бөледі, махаббат екіге бөлінеді. Өзі табиғи адамның болмысындағы махаббат бар, және ықтияри махаббат бар. Ықтияри махаббат. Қараңыздар. Міне қазір осыны түсініп алайын деп жатсыздар ғой. Табиғи махаббат деген менің өзімнің туған жеріме, өзімнің бала шағама, өзімнің машинама махаббатым. Машинасын сүйетін адамдар бар ма, жоқ па? Бар. Мойкадан шыққаннан кейін сүйіп жатқан жігіттерді көргенмін мен. Ғұсыл алып шықтым деп. Машина кішкентай сырып кетсе төбелесетіндер бар ма? Пожалуйста. Төбелескенде машинасынан атып шыққан кезде анау атып өлтіре ме деп қорқасың ше. Кішкентай сырып кетесің ғой, енді пендесің ғой. Бамперіне діңк тиіп кеткен кезде, деп атып шыққан кезде бар ғой. Дәу мынада 2 мүйіз, қолтықтың астында 2 қанат шығып қой. Ол нені жақсы көретіндігін көрсетіп береді сол кезде. Көрдіңіз ба? Жақсы көре ме екен машинаны? Ойбай, біздің елдегілер вообще жақсы көреді көбісі. Кәдімгі төбелесіп жатқандарын көресің. Біз. Сондықтан адамның бойында дүниеге деген махаббат бар ма? Бар. Жоқ деп ешкім айта алмайды. Балаңды біреу ұрып жатса, жақсы болыпты деп отырасың ба? Қосылып ананы не қылып жібересің ол? Махаббатың ұрып тұр ма балаға? Ұрып тұр. Ауылыңды жамандап жатса, отыра аласың ба туған жеріңде? Отыра алмайсың. Көрдіңіз ба? Сондықтан адамның бойында бұл махаббаттарды не деп айтады? Табиғи адамның болмысынан бар махаббат деп айтады. Бұл махаббаттың ішіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кірмейді екен. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз кірмейді. Неге? Өйткені мына жерде бәріңіз пайғамбарды машинаны жақсы көргенде жақсы көресіздер ма? Мойындайық, дүниені жақсы көргендей, Алла елшісін жақсы көре алмай жатырмыз. Мойындайық, оның не керек бар? Анау. Енді қараңыздар. Бізге енді демек екінші махаббатпен айналысу керек. Бұл қандай махаббат? Ықтияри махаббат. Ықтияри махаббат дегеніміз оның сөзін барлық нәрседен жоғары қою арқылы жететін махаббат. Бұны бізге сахабалар дәлелдеп беріп кеткен. Омар ибн ал-Хаттаб деген сахаба бар. Бәріңіз танисыздар. Сол кісі бір күні біз дейді, Алла елшісі, мына сахабалармен бәріміз келе жатыр еді дейді. Алла елшісі қолымнан ұстап алды дейді ғой. Алла елшісі қолымнан ұстап алған кезде, білесіз ба, пайғамбар қолдан ұстаған кезде адам бойында не ойнайтын? Не ойнайды? Ешкім қолынан ұстаған жоқ қой, я деп қояды бәрі. Ойнап айтам. Дұрыс түсініп жатырмын. Ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сіздің қолыңыздан ұстаған кезде бар ғой, денең бәрі балқып кетеді, сахабалар балқып кететін болған ғой. Кәдімгідей ет жүрегің елжіреп, Алла елшісіне бүйтіп айтып қояды ғой Омар. Я Алланың елшісі, мен өзімнен кейін сені барлық нәрседен артық жақсы көремін дейді ғой. Жүрек ұрып жатыр ғой, қолдан ұстап тұр ғой. Көрдіңіз ба? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей Омар, қанша жыл қасың? Омар біраздан бері исламды қабылдаған кісі ғой. Бұл оқиға Мәдинада болып жатыр. Қанша жыл қасында жүріп, осындай ма әлі дейді. Сендердің қайсы бірің мені әке шешесінен, мал дүниесінен, бала шағасынан және өзінен де артық жақсы көрмейінше толық иман келтірген болмайды дейді. Қиын, аналардың не қылуы мүмкін, бірақ өзіңді қатты жақсы көресің ғой. Самоценка деген бар ғой.
өзімді жақсы көремін. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Омар айтты, я Алланың елшісі, енді дәл қазір мен сізді өзімнен де артық жақсы көремін, я Алланың елшісі дейді ғой. Мінекей Омар, енді өзіңе келдің дейді. Иманың енді кемелденді дейді. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар. Демек, бүкіл нәрседен ол кісінің сөзін артық қойды ма Омар? Өзінен артық қойып жатыр ғой. Соншалықты өзінен артық қой. Бұл мінекей махаббаттың екінші түрі ықтияри махаббат екен. Алла елшісіне деген махаббат солай жетеді екен. Осылай кезеңдер арқылы жетеді екен. Оған тағы біздің дәлеліміз бар. Оқиға көп енді, құрметті бауырлар, оның бәрін айта берсін. Мысалға мынау, жаңа кімді білесіздер ғой? Абу Аюб аль-Ансари деген сахаба болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Мәдинаға көшіп келген кезде, сол сахабаның үйінің жанына мешіт салады. Білесіздер ғой? 6 ай бойы мешіт салады сол жерде. Сол кезінде 6 ай бойы кімнің үйінде тұрды пайғамбарымыз? Абу Аюб аль-Ансари деген сахабаның үйінде тұрған. Ол кісінің үйі 2 қабатты болған, 2 этажды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп сөйлеседі, Алланың елшісі, сіз қай жаққа жатасыз дейді. Мен төменгі 1-ші этажға жатайын дейді. Алланың елшісі 2-ші этажға жатсаңызшы дейді да. 1-ші этажда кіріп шығатын адам бар, анау бар, мынау бар деген кезде Алланың елшісі айтты дейді, маған ыңғайлысы, маған көп адам келеді, сондықтан маған жеңілі 1-ші этаж дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 1-ші этажға жатайын. Енді ана кісінің настроениесі түсіп кеткен, Абу Аюбтың неге? Пайғамбардың үстіне жатайын деп жатыр ғой 2-ші этажға. Астыңда кім жатыр? Пайғамбар жатыр. Пайғамбардың үстінде жатсың ғой, қалай ұйықтайсың пайғамбардың үстінде? Әйел екеуі түнімен ұйықтай алмайды, аналар бар ғой, тыпыршып. Аналардың о кездегі үйлері қасқа жаңа неден салынған? Қыш кесектен салынған, оның төбесі құрма талдарының діңгектерімен, оның үсті жапырақтарымен жамылған болды. Оның үсті шамал 1-2 көрпе бар. Сөйтіп жүрген түнімен ұйықтай алмайды ана екеуі. Жыбыр-жыбыр, біз деген уахидың ортасына жатып алдық деп айтады дейді әйелі. Жебірейіл періштемен Алла елшісінің ортасына жатып алдық біз. Мынау ұят болды деп ана әйеліне су алып келші дейді. Әйел су алып келіп жатыр, бақарашты аударып алады. Астында кім жатыр? Пайғамбар жатыр. Ал енді ал. Бүкіл көрпе төсекте келіп жаңа суды сіңдіреді, ана судың үстіне келіп. Алла елшісіне таңып кетпесін деп, ұйқыдан оянып кетеді. В общем, түннің бәрі бытышып қалады. Таңертең көз кіртейіп кеткен Абу Аюб аль-Ансари келіп тұр ғой, Алланың елшісі 2-ші этажға жатасыз ба деп айтты дейді. Біз деген түнімен жата алмадық. Алла елшісінің үстіне қалай жатамыз біз деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, қойшы, не бірсіге астыға жат, бірсіге үстіге жат деп адам мазасын алып жүретін, басқа жаққа барамын мен деп айтты ма? Жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ыңғайына қарап әрекет жасайтын болған. Болды, 2-ші этажға жатайын деп. Ауыр мен түсу ол кісіге. Жасы нешеде? Жасы нешеде ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? 57, 53-те дейді. Дұрыс айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы 53-те. 53 жасар кісі. 2-ші этажға өзіміз 30 жасар адам өліп қалайын деп шығып мініп жүріп қой. Алла елшісі 53-те әр келген адам сайын не істейтін болған? Түсетін болған төменге. Көрдіңіз ба? Кел, мен 2-ші этажда отырмын, келе қояйын. Жоқ, Алла елшісі төменге түсетін болған. Көрдіңіз ба? Сонымен Алланың қалауымен бір күні Абу Аюб аль-Ансари әйеліне тамақ істеп тізеді ғой. Тәтті қылып тамақ істеп тізеді. Енді бұл кісі әркімнің өзінің не ғой? Талғамы әркімдікі әртүрлі ғой, дұрыс па? Біреулер борщты жақсы көреді. Біреулер манты десе өледі. Біреулер лагман десе вообще өледі. Біреулер чеснокпен жеген жақсы көреді тамақты, жуамен, дұрыс па? Қасыңда намазда жуаға чеснокқа тойып алған адам келсе, тезірек намаз бітсе екен деп тұрасың деген сияқты ғой. Мына Абу Аюб аль-Ансари бұл сарымсақ бар ғой, чеснок дейді ғой. Чеснокты жаман қатты жақсы көреді екен жаңа сахаба ше. Сол әйеліне айтқан ғой, мен жақсы көретін тамағымды істе, Алла елшісіне давай ғой. Сонымен тамақты әкеледі де Алла елшісінің алдына қояды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жемейді. Ал, я Расулалла, неге тамақ жемейсіз дейді. Ішінде чеснок бар екен дейді да. Чеснок харам ба дейді да. Жоқ, неге? Бұл адал дейді. Чеснок, бұл пияз дегендер бар ғой, бұл адал дейді. Бірақ саған келмейтін нәрсе маған келетін еді дейді. Кім ол? Жабраил періште ғой. Періштелер пияз бен сарымсақтың иісінен қашады деген хадисі бар ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан мешітке не істеп келмеңдер дейді? Жеп келмеңіздер дейді сарымсақ пен пиязды.
Саған келмейтін нәрсе маған келеді дейді. Сондықтан жей алмаймын дейді. Бірақ бұл харам емес дейді. Анау өзі жақсы көреді де пияздың жағы, сарымсақты. Сонда айтты дейді, я Алланың елшісі, сіз жақсы көріп жемейтін нәрсені мен де жақсы көрмеймін деп айтты дейді. Нәпсің ұрып тұр да, нәпсің жерінде өтіп баратсың, бірақ Алла елшісі жақсы көрмейтін нәрсені мен де жақсы көрмеймін деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Махаббат па? Хажастың міне махаббат, осындай махаббат деген. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Алла Құран. Алланың елшісі не нәрсе алып келсе, соны ала қойыңыздар дейді. وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا дейді. Неден қайтарса, содан қайта қойыңыздар дейді. Неге олай, неге бұлай деген әңгімені қоя қой дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Тыныш қана Алла елшісі істеме деді ме? Істемей қой дейді. Алла елшісі істе деді ме? Оны махаббатпен жаса дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан сахабалардың Алла елшісінің жүректеріндегі махаббаты пайғамбарға артуының бір себебі, өзі жақсы көрсе де Алла елшісі жақсы көрмейтін нәрселерді істеуінде дейді. Міне осы. Сүйіктісінің сөзін өз нәпсісінен жоғары қою, бұл махаббаттың ең шыңырау шегі екен. Бұл енді қыз бен жігіттің несін айтып жатқан жоқпын мен, бауырлар. Басқаша түсініп қалып жүрмеңіздер. Бұл Алла елшісіне айтып жатқан нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынау Бәни Мұсталих деген жорығы болған. Бәни Мұсталих деген жорық бар. Пайғамбарымыздың өмірбаянын оқыған, тыңдаған адамдар жақсы біледі. Сол жорықта Айша анамызға ойнастық жасалды деп айып тағылады, иә? Білесіздер ме? Жақсы. Сол Бәни Мұсталих жорығында Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір ру түгелімен тұтқынға түседі. Мұсталих деген түгелімен тұтқынға түседі. Соның ішінде сол рудың көсемінің қызы Харис деген көсемі болған. Сол көсемнің қызы тұтқынға түседі. Жуайрия деген қыз тұтқынға түседі. Сол қыз тұтқынға түсіп қалғаннан кейін Алла елшісі келіп айтады. Я Алланың елшісі, біздің қауымды босата қойыңыз дейді. Мен қалайын оларды босата қойыңыз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағаладан уахи келеді. Мен басқа ұсыныс айтсам, оған қалай қарайсың? Мен сені қолыңды қалыңдыққа сұрасам, қалай қарайсың дейді. Мен отказ бермеймін дейді ғой енді. Қолымды қайтармаймын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп, Жуайрияны Алла елшісі некесіне алған. Некесіне алғаннан кейін сахабалар 100 тұтқын түскен. Айтып отырмын ғой, 100 тұтқын. Сахабаларға осы хабар жетті дейді ғой. Алла елшісі Жуайрияның некесін қиды деген хабар жеткен кезде, сахабалардың барлығы Алла елшісінің қайын жұртын тұтқында ұстамаймыз деп айтты дейді. Көрдіңіз бе? Алла елшісінің қайын жұртын тұтқында ұстамаймыз деп барлығы 100 адамды азат етіп жіберген ғой. Ана адамдар ба тұтқынға түскен, әрқайсысы бай 1000 динар ақша ғой. Ана ақша үйленсен істегенде, сатам мен өзім тұтқынды. Алла елшісінің қайын жұртымызға қайтейді деп айтпаған ғой ешбір сахаба. Көрдіңіз бе? Болды деді. Алла елшісінің қайын жұртыма болды. Азат етіңдер деді. Қалайша біз Алла елшісінің қайын жұртын тұтқында ұстап отырамыз ақша үшін дейді да. Сол жерде азат етеді, ана қараңыздар. Өздері жақсы көріп тұрған нәрсені Алла елшісі үшін не істеді? Азат етті, айырбастады. Бұл да бір үлкен махаббаттың дәлелі. Алланың қауымы азат етілген 100 адам түгелімен ислам қабылдады. Сонда Айша анамыз айтты, қауымына Жуайриядан артық пайда келген әйелді көрмедім деп айтты дейді. Қауымына көп пайда әкелді. 100 тұтқын адамның азат етілуі және олардың исламға келуіне себепші болған осындай берекелі әйелді мен көрмедім деп айтқан екен Айша анамыз. Міне бұл сахабалардың Алла елшісіне деген махаббаты, құрметті бауырлар. Анау енді мына жерде оқиға көп та бауырлар ше. Қайсы бірін айтатын білмедім. Жаңағы Хунайин деген шайқас бар ғой, тарихта естіген шығарсыздар, иә? Хунайин деген шайқасты білесіздер ма? Я дегеніңіздер, бәрібір өзім айтам ғой. Хунайин деген шайқас болған. Бұл шайқас пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жасы 61-ге толған кезде болған. 61 жаста. Демек, дүниеден өтуінен неше жыл бұрын? 2 жыл бұрын.
Мәдинадан келіп Меккені азат етеді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Бар ғой атақты оқиға. Әр пұттың жанына келіп таяғын бүйтіп созған кезде пұттар құлайды ғой, Қағбаның жанындағы. 362 пұт құлайды. Сөйтіп Меккеден, ана Мәдинадан келген 10 мың сахаба болады, Меккеден 2 мың адам исламды қабылдайды. Жалпы саны қанша болды сахабалардың? 12 мың сахаба болды. 12 мың сахаба. 12 мың сахаба Меккеден Таиф деген қалаға қарай шығып бара жатыр. Хунайн деген шайқасқа шығып бара жатыр. Жолда келе жатқан кезде сахабалардың ішінде бір кісі былай деп айтып жіберді ғой. Бүгін біз көппіз дейді ғой. Бүгін біз көппіз, оларға көрсететінді көрсетеміз дейді. Көрдіңіз ба? Ай дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ай, артық айтып қойдыңдар ау дейді. Көрдіңіз ба? Өйткені тарихта 12 мың сахаба жорыққа шықпаған екен. Ең алғашқы жорық осы екен. Бәдірде сандары 313 болған. Дұрыс па? Мүшриктердің саны қанша болды? 1000 болды. Ухудта сахабалардың саны қанша болды? 700 болды. Мүшриктердің саны қанша болды? 3000 болды. Хандақта сахабалардың саны қанша болды? Ор соғысында 3000 болды. Мүшриктердің саны 10 мың болды. Көрдіңіз ба? Әркез 3 есе артық болған олардың саны. Енді сол сахабалар, сол азбен жеңіп жүр қой біз дейді. Енді мына талпамен қиратамыз деп тұр ғой. Сонда Алланың қалауымен жолда келе жатқан кезде жаңағы бір сахабалар сөйтіп, бүгін біз көппіз деп жіберді ғой. Артындағы адамды көрді. Пайғамбар ай, бекер айтып қойдыңдар ау деді ғой. Құдайдың құдіреті, Хунайн деген жазық қой, үлкен жазық. Сол жазыққа кірген кезде ана жаудың әскері садақтың оқтарын бар ғой, жебелерді аспаннан жаңбыр қылып жаудырған ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында бүгін біз көппіз қиратамыз деп кеткен жаңағы сахабалардың 11900-і қашып кеткен ғой. Нешеуі қалып қойды? 100 қашып қалды ғой. 11900 деген не деген қашу анау? Сонда пайғамбарымыздың атының жүгенін ұстап келе жатқан Абу Суфиян деген сахаба болған. Бұл өзі Абу Суфиян кеше ғана исламды қабылдап тұр. 21 жыл бойы пайғамбармен соғысқан адам ғой. Енді исламды қабылдап, пайғамбармен бірінші мәрте жорыққа келе жатыр еді ғой. Аналардың қашқан көрді, ой-бо деп айтты дейді ғой. Мыналар мына скороспен Қызыл теңізге дейін жетеді деп айтты дейді ғой. Жиддаға дейін. Жиддамен екі орта 160 километр да. В общем, мына скороспен 160 километр ұрады деп тұр ғой мыналар. Не деген қашу мынау деп айтты дейді. Өзі пайғамбардың несінен ұстап алған дейді, жүгенінен, жаңағы атының жүгенін. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді ғой. Ей, Раббым, мына менің жанымда қалған жандарды, сөйтсе пайғамбарымыздың қасында көп қалып қойған сахабалар, ансарлық сахабалар екен. Менің жанымда қалған сахабаларды дейді, олардың балаларын және олардың балаларының балаларын рахымыңа бөле көр деп айтты дейді. Ай, бұл қалып қойған 100 кісі бар ғой. Баласы, өзі и немересі Құдайдың рахымына бөленіп кетті ғой. Бір дұға, көрдіңіз ба? Достойны жігіттер да, дұғаға лайық жігіттер да. Талқадан қашпа деген сол. Жоғай, оны айтпаймын, жалпы айтып атым да жаңағы. Көрдіңіз ба? Демек, бұл жерде қалған жаңағы 100 сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылып айтты дейді. Енді бұл жерде бұл сахабаларды біз айыптайын деп жатқан жоқпыз, жаңағы 11900-дан. Бұны біз орысша былай деп айтады. Паника деп айтамыз ғой. Абдырау деп айтады қазақша. Сахабалар ана жебелерді көрген кезде абдырап қалған ғой. Не істерін білмей, жебені көріп қаша берген ғой, көрдіңіз ба? Бұларды айыптайын деп жатқан жоқпыз. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, ойбай, ана қашып бара жатқандарға айқайлаңдар. Қайтсын, Ридуан сертінде ант бергендер қайда? Айқайлаш дегенде бір сахаба айқайлады дейді ғой. Ананың сахабаның даусы километрлерге жетеді дейді ғой. Ойбой. Хай, Ридуан сертіндегілер, Алла елшісіне ант бергендер қайтыңдар деген кезде, аналардың әрқайсысының құлағының түбіне пайғамбар келіп сөйлегендей болды дейді ғой. Ойбай, біз пайғамбар тастап қашып кетпіз ғой деп, теріс айналып алып, қайтадан келген дейді ана жаққа қарап. Сөйтіп келіп, сол темппен ұрып келіп, Хунайнда ана таифтықтарды жеңеді ғой. Көрдіңіздер ме? Сол соғыста жеңеді.
Бірақ жаңағы жолдағы бір сөзін естіп жіберді бұларды. Құртып жіберді ғой, көрдіңіз ба? Сондықтан асылық сөйлеуге болмайды ғой. Бұл Титаникті Құдайдың өзі батыра алмайды ғой деп еді. Алғашқы және соңғы сапар қылды ғой Алла тағала. Көрдіңіз ба? Асылық сөйлеуге, мен бүйтем, мен сөйтем деген әңгімені қою керек. Құдай қаласа, мына жарқылсыз күшті айтады ғой, не бір жігіттерді көреміз дейді. Братан, любой проблеманы шешеміз ғой деп айтады дейді. Мен айтам дейді оларға, көкем, сен бірінші олимпикаңның замогын шешіп алшы деп айтам дейді. Егер Құдай қаламаса, қолың олимпикаңның замогын шеше алмай қалады деп айтады. Мен бүйтем деген әңгімені қойшы деп жатыр да. Көрдіңіз ба? Сондықтан айтпау керек олай. Барлығы немен болады? Алланың сізге берген сәттілігімен Алланың сізге берген жәрдемімен ғана болады. Болды. Міне, осы біздің сеніміміз. Мен істей аламын деген нәрсені қою керек ондай. Жаңа сахабалардың сөзі, бүгін біз көппіз деп еді. Не болды ал? Пайғамбар өліп қалаздады мысалға да. Аллар 11.900 келмегенде бар ғой. Мына 100-ді әшейін таптап өлтіреді мынаяқтағы талқа. Қонайында. Сондықтан сол соғыста пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жеңді, бізге асылық сөйлемеу туралы үйретті. Соғыстан түскен олжаларды енді бөліп жатыр ғой. Бөліп жатыр. Бір қараса, кілең бөліп жатқандары кешегі Меккеде қабылдаған 2000 бар ғой. Соларға беріп жатыр ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бүкіл мал дүниені соларға беріп жатыр да. Абу Суфиян келіп еді. Абу Суфиян саған 100 тие деп айтады. О, машалла, жақсы екен. Абу Суфиян, мына балаңа тағы 100 тие дейді. Сен екінші балаң бар екен тағы? Міне тағы оған 100 тие. Міне жарты килограмм күміс бөліп жатыр. Сафуан ибн Умайя деген кісі айтады ғой. Сафуан ибн Умайя. Алланың елшісінің жанына бардым дейді. Енді исламды қабылдаған, амалсыздан қабылдаған ғой бұл кісі. Амал жоқтан қабылдаған. Алла елшісінің жанына бардым дейді. Жек көрттім дейді енді анан ше. Бір кезде 100 тие беріп сылқ ете қалдым дейді ше. Сафуан саған мына 100 тие деп айтты дейді. Енді сәл андай сылқ еттім да, бірақ білдірген жоқпын дейді. Бір кезде, Сафуан, тағы бір 100 тие берейінші деп айтты дейді. Ойбай, рахаттанып қалдым дейді анау. Бір кезде түрме қарап тұрды. Сафуан, саған тағы да 100 тие деп айтты дейді. Ойбай, 300 тие. Аяқ астынан миллиардер 300 тие алды. Сонда жаңа Сафуан айтады дейді ғой. Ойбай, Мұхаммед, мен сен жаман жек көретін едім деп айтады дейді. Бүгін қатты жақсы көріп кеттің сен деп айтады дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп, бәріне таратып болса, ансарлықтарға жоқ қой. Мәдиналық сахабаларға жоқ, түйе де жоқ, қой да жоқ, ешкі де жоқ қой. Ал не дейсің? Сонымен сахабалардың ішінде әңгіме кетеді. Қандай әңгіме? Алла елшісін көрдің ба дейді. Өзінің меккелік туысқандарына беріп дейді. Бізге дым берген жоқ дейді. Міне, есегі судан өтті дейді о кісінің. Көрдіңіз ба? Ансарлықтар көмектесті осы уақытқа дейін 8 жыл бойы. Болды, енді есегі судан өтті, біз оған керек емес. Бықсыма әңгіме деген жабан ғой сен. Сондай әңгіме кетеді, бықсиды ғой, ана ішіне бықсиды. Пайғамбарға жетеді ғой әңгіме бықсып. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір нәрсе бықситын болса, бірден ашып тастайтын болған. Бықсытып алып жүре береміз ғой біз. Жоқ, бірден ашып алу керек. Біл ақиқатын не қылып алу керек, шешіп алу керек. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Убада деген сахабаны шақырып алады. Ей Саад би, ансарлықтар солай деп айтып жатыр ма дейді. Енді деп жоқ деп айтайын десек, ана уақимен біліп қояды енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Солай деп айтып жатыр дейді. Солай деп айтып жатыр дейді. Сенің ойың қандай дейді ғой. Жаңа Саад деген сахаба, сенің ойың қандай десе, Алла елшісі, мен де солардың біреуімін ғой деп айтты дейді. Мен де солай ойлап тұрмын дейді. Че-то не толып жатыр мына жерде деп дейді. Аналарға берді, бізге дым бермеді деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дектерін бірден бірде бүкіл ансарлықтарды бір шетке жинаңдар, және ешкімді кіргізбеңдер дейді. Бүкіл ансарлықтар бір. Сөйтіп ансарлықтар жиналды деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барады. Ей ансарлықтар дейді. Сендер туралы айтылған әңгіме, мен туралы айтылған әңгіме сендердің араларыңа маған жетті дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне мен сендердің алдарыңа кеттім дейді қазір. Енді дейді. Ансарлықтар, не болды сендерге дейді. Сендер қандай екендеріңді ұмытып қалдыңдар ма дейді. Ұмытып қалдыңдар ма кім екендіктеріңді? Мен сендерге бармай тұрған кезде көрінген нәрсені құдай қылып алып жүрген адам едіңдер ғой сендер.
Ағаш болса ағашты, құрма болса құрманы, тас болса тасты, құрманың сүйегі болса сүйек. Любой нәрсені құдай қылмау жүрген адам едіңдер ғой дейді. Адасушылықта батпақта жатқан. Алла сендерге мені жіберіп туралыққа бастаған жоқ па дейді. Ансарлықтар не деді? Дәл солай я Расулалла дейді. Я Алланың елшісі дәл солай деді. Ансарлықтар деді. Бір-біріңмен 40 пышақ болып қырылып атқан кезде, 40 пышақ болып, бір-бірлерінің бастарың сыймай жатқан кезде, араларыңа Алла мен арқылы махаббат орнатқан жоқ па дейді. Мәдинада 2 ру болған. Біреу Аус, екіншісі Хазраж деген. Бұл 2 ру 1 ғасыр соғысқан екен ғой. 1 ғасыр соғыс бар ма тарихта? Ең мықты соғыстың өзі 4-5 жылдары деді ғой. Ең мықты, мысалы, Ұлы Отан соғысы деген, ең әлемді дүрсіл. Неше жыл болды? 5 жылдың аяқпағында бітіп қалды. Дұрыс па? Негізгісі 39 жыл басталды оның. 6 жылда бітті ал. 100 жыл деген не пәле ғой? Сонда аналар өліп бара жатқан кезде баласына өсиет етіп кетеді екен ғой. Ер жеткен кезде Ауыспен төбелесіп өлді деп ше. Аналар Хазражбен төбелесіп өлді деп айтады. 1 ғасыр соғысқан. Сонда пайғамбарымыз айтып жатыр, бір-біріңмен 40 пышақ болып атқан қауым едіңдер ғой. Мен арқылы Алла сендерге мейірім, махаббат берген жоқ па араларыңа деген кезде? Дәл солай я Расулалла деп айтты. Кедей едіңдер ғой дейді. Яһудилерге қарызға белшеден батып атқан кедей едіңдер ғой. Алла мен арқылы сендерді қарыздан шығарған жоқ па деп айтты. Дәл солай я Расулалла дейді. Ансарлықтар дейді. Бірақ та сендердің былай деп айтуға құқыларың бар дейді. Неге айтпайсыңдар сендер? Алланың елшісі қаңғып еліңнен қуылып келген кезде өзімізді қалай қорғаймыз, сені солай қорғаймыз деп ант беріп, басымызды өлімге тіккен біз емес пе деп айтпайсыңдар ма дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бола ма айтуға? Шынымен сондай ғой. Анақта Меккеде өлім жазасына кесіп кеткен ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол өлім жазасынан қашып шығып қаққа барды. Мәдинаға барған жоқ па? Сонда мәдиналықтар бар мал дүниесін қалай, өзінің бала шағасын қалай қорғайды, дәл солай қорғайтын болып келісті ғой пайғамбарда. Сөйтіп айтпайсыңдар ма, еліңнен қаңғып, басың сауғалап келген кезде сені құтқаруға біз емес па мойнымызды өлімге тіккен басымызды десе, ана сахабалар, рас айтасың, айтпақшы, неге соны біз айтпаймыз деп шықты дейсің ба? Қақшан еп сахабалар? Жоқ, кеңшілік Алла және оның елшісінікі деп айтты. Өйткені оны кім үшін істеген бұлар? Алла үшін істелген нәрсе адамдарға айтылмайды, міндетсінілмейді. Көрдіңіз ба? Кеңшілік Алла және оның елшісінікі дейді. Действительно, біз сізді не қылдық, құтқардық. Бірақ бұл Алланың бізге берген кеңшілігі дейді. Сендер айтпайсыңдар ма? Алланың елшісі, ана достарың бәрі қаңғып, үйін бала шағасын тастап, кедей болып келді, Мәдинаға келіп, бай болған жоқ па барлығы? Деп айтпайсыңдар ма десе, кеңшілік Алла және оның елшісінікі деп айтты дейді. Әдеп, сахабалардың әдебін қараңыздар. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді. Сахабаларым, ансарлықтар дейді. Не болды сендерге дейді. Не болды сендерге? Мен дейді, бүгін түскен олжаның барлығын жаңадан исламды қабылдаған адамдардың исламға деген жүрегіндегі махаббаты оянсын деп соларға таратып беріп жатырмын ғой дейді. Сендерге бере алмай жатқанының себебі сол ғой дейді. Сендер менің қасымда үнемі барсыңдар ғой дейді. Көрдіңіз бе? Аналарға беріп жатырмын ғой, бері қарай беттері қарасын деп. Жаңа айтқан жоқ па? 300 дей берген кезде не деді? Ойбай, жаман жақсы көріп кеттім сен деп айтты ғой. Көрдіңіз бе? Сөйтіп бұлардың мен исламға деген махаббатын арттырып жатырмын ғой деп айтады. Сонда сахабалардың төменге қарай бастары түсіп кетеді. Жаңа найзадай кірпіктер төмен қарап дейді ғой. Сондай барлығының басы төмен қарап болады. Сөйтеді де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады. Ансарлықтар дейді. Адамдар үйлеріне түйелерді, қойларды, ешкілерді, алтын күмістерді арқалап айдап кетіп бара жатса, сендер өздеріңмен бірге Алла елшісін алып кетуді қаламайсыңдар ма деп айтты. Ойба! Бүкіл ансарлықтар жылап жіберді. Әлбетте я Расулалла, біз разымыз, бізбен бірге Алланың елшісі қайтатын болса дейді. Малда, дүниеде, алтында, күмісте еш нәрседе керек емес дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Ансарлықтар біліп қойыңдар деді. Бүкіл дүние бір жолмен кетсе дейді. Ансарлықтар бір соқпақпен кетсе, мен ансарлықтардың ішінде болам деп айтты дейді.
Ансарлықтар дос болғанмен мен доспын дейді. Ансарлықтар қас болғанмен мен дұшпанмын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз ба? Сонда соңында айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ей ансарлықтар, егер де мен пайғамбар болып туылмағанда, мен ансарлықтардың біреуі болатын едім деп айтты дейді. Кім ансарлықтарды жек көрсе, ол мені жек көргені дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ме? Сол сәтте бүкіл сахабалар ағыл да тегіл жылап жатыр ана жерде. Біз не ана мал денен жақсы көріп тұрған жоқ емес, жақсы көріп тұр бәрі. Кім 100 түйемен қайтқысы келмейді көкем ау? Бәріне 100 түйе керек болып тұр ғой. Бірақ біз 100 түйеден де ең артық жақсы көретін кісі кім деп жатыр? Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ғой деп жатыр. Мінекей, сондықтан ей ансарлықтар, көңілдеріңе ешқандай кірбің түспесін. Адамдар дүниемен қайтса, сендер Алла елшісімен бірге елдеріңе қайтасыңдар. Мен Меккеде қалып қоймайын, Мәдинаға сендермен кетем деп айтты. Сөзінде тұрды пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қай жерде дүние салды? Мәдина қаласында дүние салды. Міне сондай пайғамбарға деген махаббатын арттырған сахабаларды біз не істеуіміз керек екен? Көп оқып біліп, біздің де пайғамбарға деген махаббатымызды арттыруымыз керек екен. Осындай Алла елшісі дүниеге келген айда Алла елшісін көбірек өмірбаян оқыңыздар, ол кісіге көп салауат айтыңыздар, және Алла елшісі әр жерде шамаларыңыз келгенше насихаттап жүріңіздер. Баршаңызға Алла разы болсын, келген қадамдарыңызға Алла тағала берекеттер берсін, Алла тағала екі дүниеде жүздеріңізді жарық қылсын.